Елдерге қатысты қызықты мәліметтер. Жаһандық ысыну нәтижесінде су деңгейінің көтерілуінен ең көп қорқатын ел Мальдив Республикасы. Теңіз деңгейінен тек 1,8 метр биіктікте орналасқан Мальдив халқы жер бетіндегі ең төмен деңгейде қоныс тепкен ел болып саналады. 300 адам өмір сүретін Фолкленд аралында жарты миллионға жуық қой бар. Аралдың негізгі кәсібінің мал шаруашылығы және ең саудалы тауарының жүн екендігі айтпай-ақ түсінікті болар. Канададағы 3 миллионнан астам көлдер Канаданың 9%-ын алып жатыр. Сондай-ақ жер бетіндегі көлдердің 60%-ы осы елдің аумағында орын алуда. Моңғолия тығыздығы жағынан халқы ең аз мемлекет. 3 миллион халқымен 1 шаршы километрге 1,9 адамнан тура келеді. Халқы ең тығыз аймақтардың қатарына Гонконг жатады. 1 шаршы километрге 6544 адамнан тура келеді. Нигерия жалпылама алғанда әлемдегі ең жас мемлекет, яғни халқының жартысы 49%-ы балиғат жаста. Балта тимеген дерлік ормандармен толы ел Суринам. Жерінің 91%-ы балта кірмеген орманды алқап. 500 мыңдық тұрғындары жағалау бойларында мекендейді. 5% дерлік бөлігі ішкі жақта мекендейді. Ағашқа кедей ел Гаити. Орманды алқапты орынсыз кескінге ұшырағаны соншалық ғарыштан түсірілген суреттерге қаралғанда Доминикан елімен шекарасын оңай ажыратуға болады. Егін шаруашылығы жоқ дерлік ең үлкен ел Сингапур. Жер бетінде экономикалық мағынада егіншілікпен айналыспайтын кіші елдер, мәселен Ватикан бар әрине. Сингапур бұлардың ішіндегі ең үлкені. Жер бетіндегі ормандардың 25%-ы Ресейдің Сібір аймақтарында орналасқан. Осы ормандарымен Ресейді дүниенің ең үлкен оттегі өндіруші елі деуге келеді. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.